Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен салат жабатын боламыз. Менің өзім салат жабу әдісіммен сіздермен бөлісетін боламын. Ең алдымен помидорымызды жақсылап жуып аламыз да, оны 4 бөлікке бөліп, мясорубкадан өткізетін боламыз. Мясорубкадан өткен помидорымызды ситаның көмегімен осылай согын шығарып алатын боламыз. Қазір мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Мясорубкадан өткен помидорымызды осылай ситаның көмегімен согын шығарып алатын боламыз. Достар, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Ешқандай құпиясын қалдырмай барлығын көрсететін боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер болады. Алдағы уақытта тағы да сіздермен банка жапқандарымның барлығын салып отыратын боламын. Соны сіздер алғашқы болып көретін боласыздар. Осылай ситаның көмегімен өткізіп жатырмын. Өте дәмді салаттардың бірі. Соленый огурцидың орнына да жүре береді. Ішінде барлығы болады. Капустасы, соленый болады, огурцы болады, помидор болады. Согымен бірге күшті салат болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міне согымыз дайын болды. Енді біз қалған көкөністерімізді дайындап алатын боламыз. Жақсылап жуып тазалап алдым. Осылай огурцымызды, кішкентай огурцы салсаңыздар болады. Менде майда огурцы болмағандықтан осылай бір огурцыды 4 бөліп дайындап алдым. Помидорымызды жақсылап жуып алып дайындап қойдым. Қазір ішіне салатын боламыз. Капустамызды осылай 4 бұрышты етіп турап алдым. Пиязымызды да турадым. Болгарскийді дайындап қойдық. Қазір чесногымызды турап, укропымызды турап салатын боламыз. Қызып тұрған майға пиязымызды қуырып алатын боламыз. Қып-қызыл болғанға дейін қуырып аламыз. Қақпағын жауып қойып қуыратын боламыз. Достар, қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Міне пиязымыз қызыл болғанша қуырып алдық. Енді капустамызды қуыратын боламыз. Капустамызды сәл кішкене басылғанға дейін араластырып отырып қуыратын боламыз. Қақпағын жауып дымдап қуырсақ тез дайын болады. Капустамыз дайын болып қалды. Енді чесногымыз бен болгарскийімізді 5-10 минут бұқтырып қуырып алатын боламыз. Біздің уже салатымыздың дайын болып қалды. Енді бұның барлығын үлкен ыдысқа, согымызға құйып қайнататын боламыз. Араластырып, ішіне салып, мен араластырып жатырмын. Сорпасы көп болып кеткендіктен кішкене алып тастауға тура келді. Үстіне енді чесногымыз салып қойдық. Көкөністеріміз салатын боламыз. Укроп, петрушка салдым. Лавр жапырағын салдым. Ащыден 2 ащыны кесіп салып жібердім. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер дәмдеуіштерді. Мына өте әдемі болып қайнап жатыр. Көп қайнатпаймыз. 20 минут қайнаса уже болып қалады. 20 минуттан кейін
Pomidorumuzni salib, pomidorimizni 10 minut qaynatатын bolamыз. 10 minutdan keyin огурцimizni salib, onu da 5 minut qaynatib, so'ngan bankamizda javob beruga bo'ladi. Pomidorimizning barlig'ini salib aldim. Tuzun, damdevishlerini o'zlaringizning qalolaringiz bo'yicha sala berasizlar. Огурцimni de salib aldim. Endi bankalarimizda parlab olатын bo'lamiz. Qahpag'imizni qaynagan suvga salib qo'ydim. Mana bizning salatimiz dayın bo'ldi. Endi bankaga quyib, javob tashlay bersak bo'ladi. Do'stlar, жасап ko'rularingizga kenges beraman, o'ta damli bo'ladi. Kez kelgan salatning o'rnina qo'llana berasizlar. Qahpag'ini javob qo'yib qo'yamiz. Ikkinchi bankamizga quyib ko'rsatayin. Do'stlar, Instagram paraqshamda da qoldirib ketaman. Ol жаққа o'tib ko'rsangizlar de bo'ladi. Ol yerda de qisqa videolar bor. Bankamizni quyib aldik. Endi qahpag'ini buraytin bo'lamiz. Bankamızda javob algandan keyin осылай домалатып көру керек. Ешқандай ауа шығып тұрған жоқ па, қақпағы дұрыс жауылды ма, соның барлығын тексеріп көріп алатын боламыз. Екінші банкамызды жауып жатырмын. Bankamız уже dayın bo'ldi. Dostlar, videomda so'nguna дейін қараған болсаңыздар, sizlarga alg'ishim cheksiz.